Саламатсыздар ма, шебер ханымдар, қалайсыздар? Бүгінгі аяқ киімімізді мынандай Ализе Дива менен мынаны бастауын біріншісін сумен бастаймыз, осы жіппенен. Ары қарай осы Ализе Диваны, мынау Ализе Дива, бірінші Ализе Дива, мынау Ализе Дива, и мынандай жылтыр жіпті қосып, екеуін қабаттап осымен тоқиын деп отырмын. Бұл сонда андай жылтыр аяқ киім болып шығады, вечерний дейміз ба. Мына жылтыр жібіміз кәдімгі мына жіп. Ал енді бұл жіпті қайдан алдық дейміз. Енді бұл жіпті Тараздан алдық. Осы YouTube каналымда қысқа видеолар бар. Сол қысқа видеоларда адресі тұр, сорадан аламыз. Егер алғыларыңыз келсе, сол жерден адресін аласыздар. Маған қаяқтан алдыңызды, адресін беріңізші деп комментарий жазбайсыздар ғой, сораға салып қойдым, әдейі сіздерді сұрайды ғой деп. Бұлар менен шлепкіде тоқып жатырмын қазір, осындай екеуін осы қабаттаған түрменен шлепкіде тоқып жатырмын қазір. Домашний үйге киетін домашнйларды тоқып жатырмын, көшеге киетін аяқ киімді тоқып жатырмын. И иран жіп ұстайсыздар ғой көбінесе. Иран жіпке де Ализенің бір жылтыр жібі бар. Алтынқұлдан сұрасаңыздар айтады. Екеуін қабаттап, Алтынқұлды екі қабаттайсыздар ғой, соның орнына Ализенің несі бар, бір жылтыр жібі бар. Сонымен қабаттап, шлепкілерді, көшеге киетін аяқ киімдерді бәрін сонымен тоқып жатырмын. Енді мынау аяқ киімді тоқып көрейік деп бастап жатырмын. Енді әрбір аяқ киімнің тошқысынан 3 реттен аламыз. 1, 2, енді 3 рет кең болып кетпей ма деген сұрақ болады. Ол үшеуі кең болып кетеді десеңіз, өз еркіңіз нешеуден алсаңыз да. Енді мен алаңсыз үшеуден тоқимын, и үшеуден киіп көрсетіп жүрмін. TikTok парақшамда да бар, YouTube каналында да бар. Сол бәрі бір тошқыдан 3 реттен алынған дүниелер. Шешіліп қалып жатқан жоқ, кеңейіп кетіп жатқан жоқ. Өзім тоқып, өзімде киіп жатырмын. Әр тошқыдан 3 реттен аламыз. Айналдырып тоқып шығып келеміз. Мына біреу, екеу, үшеу. Дәл өстіп, айналдырып тоқып алып шығайық. Ары қарай сосын тағы бірге тоқитын боламыз. Тоқып келдім. Енді бағана бастаған жерімізден екеу алғанбыз. Соның үшіншісін тоқимыз. Үшіншісін тоқыдық. Енді әрбір өрімнен жай тоқыспен тоқып шығамыз, айналдыра. Әрбір өрімнен жұмысып шығарып, екеуін бүйтіп бір тоқимыз. Осылай тоқып шығайық. Әрбір өрімнен тоқимыз. Айналдырып тоқып шығамыз. Бастаған жерімізге дейін тоқып келейік. Дәл осылай жай тоқыспен. Көрінген шығар, көрінбеген жоқ па? Әрбір өрімнен осылай тоқып шығайық, айналдырып тоқып келейік. Бір айналып келдім. Енді тағы бір айналайық. Әрбір өрімнен аламыз. Тағы да. Сөйтіп осындай жай тоқыспен тоқып, айналдырып, қосып, бастаған жерімізге дейін тоқып келейік. Әрбір өрімнен осылай жай тоқыспенен жаңа бір айналдық, мынау екінші айналып жатырмыз.
дәл өстіп айналдырып наған келейік. Ары қарай бірге тоқимыз. Мінекей тоқып келдік. Енді 2 тоқып алдық қой. Енді соны қабаттап тастаймыз. Оны қалай қабаттаймыз? Оны былай қабаттаймыз. Мінекей нарада біздің бір жібіміз бар. Нарада бір жібіміз бар, нарада бір жібіміз бар. Болды, сөйтіп айналдырып сол араны. Сорадан жібі алып шықсақ болды. Сол біздің әрбір өріміміздің түгенделгені сол. Мінекей нарадан былай бір жіпті аламыз. Мінекей, иә. Сосын мына жерден аламыз. Осы арада бір жібіміз бар. Міне, осылай аламыз. Сосын мына жерде бір жібіміз бар. Осы 3 жіп, мен қазір 3 жіпті алып көрсеттім. Мен қай жерден алдым? Дәл сол жерден сөйтіп алып, айналдырып тоқып, осы араға келейік, бастаған жерімізге. Мына жерде тағы бір қатар әлиземен жүрдік қой жаңа, иә. Соны мен сөгіп тастадым. Сөйтеміз да енді жіпті ауыстырамыз. Жіпті мына жылтыр жіппен тоқу үшін осымен ауыстырамыз. Баста осымен тоқуға мен әртөшкіден екеуден алуға қалай болады деп не алдым. Бастай алмадым. Өзімен бастадым. Енді нарада бізде әртөшкіден 3-ден алған кезде нарада бізде 162 ма, 164 ба жіп бар екен. Енді осыны мен әр 33 размер. Мынада 54 тошка бар екен. 54 тошкадан 3-3-ден алғанда сондай жіп болады екен. Енді 2-ден алдым деп есептейміз. Мынаны 2-ден мынаумен тоқимыз ғой екен. Мына жібіміз жуан. Енді 162 жіппен тоқи берсек, ол кең болып кетеді. Сондықтан біз жіпті азайтуымыз керек. Әр тошкадан 2-ден алдым деп есептеп, мынада 108 жіп қалу керек. 162-ден 108 жіп қалу керек. Сонда 54 жіп па кемітуіміз керек. Мен бас жағынан 6 жіп, мынадан 6 жіп кемітсем егер, сосын 12 жіп па, 10 жіп дейікші. 10 жіп, мына тұстардан 10 жіп, мына тұстардан 10 жіп, 20, 30, 40, 50. Я, сондай жіп болып қалады екен. Ол жетеуден алайық, болмаса басынан жетеуден. Сөйтіп, жіпті азайтамыз өшім айтқанда. Енді мына әлиземізді жуан жіппен бастау үшін мынадан қырқамын. Сөйтем дағына осыны бірге тоқып кете саламын. Мына жерін жасырып тоқып кете саламын. Күшін күйдірсе салайық. Күйдіре салдым. Үшін сақтықта қорлық жоқ деп. Енді осы неде кружогымда бір жіп тұр ғой, сол жіп арқылы алып кете берем. Ал burada енді жай тоқыс, бағана жай тоқыс тоқығанбыз, соны сөгіп тастадым. Сөйтіп сол бір айналып, соны қабаттап тастаймыз. Соңғы нені жай тоқысымызды бір айналамыз, сосын қабаттаймыз деп қой. Соны сөгіп тастадым. Қазір көрсетем. Нараны ертіп алайын. Мінекей, осылай жай тоқысымен осылай бастаймыз. Так, мінекей, мынау бірінші 2 жүріп алдық та қабаттадық қой. Нарада 2 жібіміз бар, ортада 1 жібіміз бар деп, ол қалды. Енді үстінен бір айналамыз жай тоқыспен. Оны енді жіпті ауыстыру арқылы айналамыз. Бірақтан 54 жіпті азайтып тастаймыз осы жерден. 54 жібімізді азайтып тастаймыз. Қысқа жібіміз тоқылып кету үшін дәл нарадан жіп қысқартпай қойайын. Қысқа жіптерімізді тоқып алайық. Бірін-біріне жалғаған жібіміз жемін, соны тоқып алайық. Содан кейін жаңағыдай бір жерден үйіп алып тастамаймыз. Санап отырып 54 жіпті азайтып тастайық. 54 жіпті азайтып тастаймыз. Так, burada енді қалай кемітеміз? Burada мына жіптердің арасы вообще жиі ғой, мына көрдіңіз бе? Тастап кете саламыз. Бір өрімнен тастап кете саламыз. Тастап кеткен өрімдеріңізді санап отырыңыз. Мысалы, мынадан бір өрім тастап кетем, мен сөйтем да келесі өрімнен тоқи берем. Тастаған өрім санап отырамыз. Сол кезде 54 жіп болғанда не қыламыз? Біреу кетті, мынау екіншім тастап баратырмын.
екеуін тастадық. Жай тоғызбен тоқимыз. Мына жай тоғызбен тоқи береміз өстіп. Неге? Арасында өзіңіз жібін тастайсыз. Мына біреу тастап кетемін. Мына үшеу болды. 3 жіп тастап кеттім уже. Өстіп 54 жіп тастап кетейік. Мінекей. Мынадай болып тоқылып жатыр. Өйткені жібіміз жуан. Жіпті азайтуымыз керек. Ал өстіп тоқи береміз. Жай тоғыз айналдырып бастаған жерімізге дейін тоқиық. Бірақ жіп тастап кетіп тоқимыз. Мына бір жіп тастап кетемін. Шу төртеу болды ма? Мына 4 жіпті уже азайтып тастадық. Мына 5-ші жіп азайып жатыр. Ал өстіп жобалап ала берейік. Азайта берейік. Мінекей қысқартып келдім. Әр 3 жіп сайын бір жіп тастап кетіп отырсақ, сол кезде 108 жіп болады екен. Мына жерде мен есептемей бірден қысқартып кете бердім ғой, енді жобамен қысқартып шығайын деп. Содан кейін бүйтіп қысқарттым да, мына жерге дейін тоқтым да, дереу есептеп көрсем, 3 жіп сайын бір жіп тастап кетсек болады екен. Сосын мен мына енді сөккім келмеді. Санап шықтым. Менде 119 жіп болды. 108 емес, 119 жіп болды. Осы 119 жіпті қабаттап тастаймыз. Енді қабаттау үшін бағанағыдай мына тұс деп қабаттай алмаймыз оны. Өйткені арасында біздің тастап кеткен жібіміз де бар, тошкамыз бар. Сонда тоқып кетсек, қайтадан жібімізді көбейтіп аламыз. Сондықтан маркер қыстырып отырып, әр өрімге маркер қыстырып қояйық. Мынау жаңа бекіткен жібіміз ғой енді. Мынадан бастап мен не аламын. Бұл sıрадан бастаймын. Мынадан бастадым, мысалға, Сонда бізде мына өрім кетіп тұр. Қазір тоқса, мен мына өрім тоқылып тұр. Одан кейін мына өрім. Әр өрімге маркер қыстырып қояйық. Сөйтіп 108 жібімізді түгендеп алып шығайық. Бүйтіп маркер тізіп шығамыз. Әр өрім сайын. Өйткені астынан неғылатын ек қой, астынан турлайтын ек қой, мынау біздің өріміз деп. Астынан турлай алмаймыз, өйткені біздің тастап кеткен, аттап кеткен жіптеріміз бар ғой, тошкілеріміз, олар да сөйтіп не болып тұр ғой, тошкі болып шығып тұр ғой. Соны біздің жібіміз деп қосып вообще көбейіп кетеміз. Қайтадан бағанағы жібімізге береміз. Дәл үстінде тізіп алыңыздар. Сөйтіңіздер дағы сол өрім, мына өрімменен әрі бір өріммен есептеп қабаттаймыз енді. Мысалы, мына маркер тұр, енді осы маркерді аламыз. Сөйтеміз де сорадан кружокты өткіземіз. Кружокты өткіземіз. Сол кезде біз жаңылмаймыз. Сол кружоктың тұсынан, маркердің тұсынан аламыз. Қабаттап жатырмыз ғой, сол маркер алғанның астынан аламыз. Енді келесі маркердің астынан аламыз. Осылай қабаттайық. Сол кезде жібіміз түгел болады. 119 жібіміз 119 болу керек. 120, 130 болып кетпеу керек. Ал осылай қабаттайық мұны. Осылай қабаттап шығайық.
маркер қыстыру арқылы 108 жібімізді қабаттап шығайық. 119. Мінекей маркердің көмегіменен қабаттап шықтым. Сіздер де маркердің көмегімен қабаттаңыз. 4-5 маркерді қойып алдым да, соның бәрін тоқып шықтым. Одан кейін 4-5-еуін қойып сөйтіп қабаттап шықтым. Жібімді санадым, жібім түгел. Ал бағанағыдай өздеріңізше қабаттасаңыздар, ол кезде жібіміз қайтадан көбейіп кетеді. Енді мінекей мына 2 қабатпен тоққаннан кейін жуан болады да. Бұл Иранның 2 қабатынан жіңішке, бірақ әлеседен жуан болып тұр ғой енді. Енді сөйттім да, мен бардым да мұнараны бүйтіп өлшеп алдым. Өкшесін бөлек, алдын бөлек өлшеп аламыз. Мына жіппен арқылы өлшеген кезде мына әріптен осы тұстарынан келді. Бұлай өлшесек метрлікпен 9-10 болады. Бұлай өлшесек, мына метрлік деп өлшесеңіздер, мысалы 9-10 болып қалады. Ал жіппен бұлай өлшегенде осы тұстардан алдым. Сосын мұнаны да жіп арқылы өлшеп, тура ортасын тауып алдым. Менде қазір мынарада 36 жіп, мынарада 36 жіп қалып тұр. Ал Ализа жіптің өзіменен тоққан кезде, мынаның өзімен тоққан кезде 101 жіп қалатын тұғын. 50 қалдырып тоқитын тұғын. Ол кезде нарадағы 3 санымыз түгел алатын тұғымыз. 3 санымыз бағанағы қанша болды? 162 жіп болды ма? Соны біз 119 жіп қолып алдық қой. 162 жіпті бойы тоққан кезде мына жерде 101, бұлай 50, мынарда біреуін алам, 101 ортасыны. Сондай қалатын тұғын. Мына жуан жіп болғасын біз осылай азайтып жатырмыз. Енді мен мынаны қырқып алайын дағыны, сөйтіп алдынан бастаймыз. Алдын жай тоқыспен тоқимыз. И 3 жіптен бастаймыз. Әлизенің өзімен тоққан кезде мен 5 жіппен бастайтын тұғым. Әлизе жіңішке ғой, сол кезде 5 жіппен бастайтын тұғым. Енді бұл жуан, сондықтан жуан жіпті көп жіптен бастасақ, ол кеңейіп кетеді. Басының аз жіптен басталған дұрыс. Қандай не болса да аз жіптен басталған дұрыс. Енді мынаны осы жерде бұл тұра береді. Қосып тоқып жібереміз, аяқ тоққан кезде. Енді мына жерден жай тоқыспен тоқып шығамыз ба, жоқ узор саламыз ба? Соны ойластырып алайық бірінші, сосын бастаймыз.